Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын Пари-Брест десертінің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл десерт қайнатпалы қамырдан дайындалады, өте тез дайындалады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құямыз. Сары майымызды саламыз. Шым-шым тұз қосамыз. Орташа отқа қойып, сары майымыз толықтай ерігенше күтеміз, бірақ та сұйық массамызды қайнатпаймыз. Осылай майымыз ерігеннен кейін оттан алып, иліктен өткізген ұнымызды саламыз. Ұнымызды бірден салып жіберу маңызды. Бір келкі массы болғанша жақсылап лопатканың көмегімен араластырамыз. Бізде осындай біркелкі масса дайын болғаннан кейін тағы да баяу отқа қойып, артық су барлығы шыққанша жақсылап араластырамыз. Массамыз ыдысымызға жабысып, неге осындай белый налет пайда бола бастаған кезде отымызды өшіреміз. Қамырымыз тезірек суы үшін осындай басқа ыдысқа ауыстырып алдым. Шамамен 3-4 минуттай уақыт кетті менде. Енді массамызға бір-бірден жұмыртқамызды сала отырып, жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқамыздың барлығын бірден салып жібермейміз. Осындай силиконды лопатканың көмегімен араластырсаңыздар болады, миксердің көмегімен араластырмаймыз. Менде барлығы 4 жұмыртқа кетті. Өз тестіңізге қарайсыз, консистенциясына, мысалы 3 жұмыртқа кетуі де мүмкін. Қамырымыз ондай қатты сұйық та болмау керек, қою да болмау керек. Қамырымызды осындай кондитерлік қалташаға салып аламыз. Бірінші насаткамызды салып, содан кейін қамырымызды салатын боламыз. Өзіңізде бар насатканы қолдансаңыздар болады. Менде осындай гүл тәрізді 333 номерлі насатка. Егер де насатка болмаса, осындай пакеттің ұшын кесіп, құйып шықсаңыздар да болады. Енді осындай видеода көрсетілгендей қамырымызды орнатып шығатын боламыз пергамент қағазының бетіне. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Кремімізді дайындайтын боламыз. Кілегейімізді құямыз. Творожный масса саламыз. Қант ұнтағын қосамыз. Барлығын миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай күшті болып көтеріліп, әп-әдемі болып пісіп шықты. Енді толықтай суығаннан кейін ортасынан 2-ге бөлетін боламыз барлығын. Дайындап алған кремімізді ортасына кондитерлік қалташаға салып, сығып шығатын боламыз видеода көрсетілгендей.
Қалауыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Мінекей біздің пари-брес десертіміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты, жұмсақ болып. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.